Достар, бәріне сәлем. Бүгін мен сіздерге Wi-Fi адаптер туралы айтып беремін және оның қалай жұмыс істейтінін көрсетемін. Wi-Fi адаптер компьютерді немесе ноутбукты интернетке қосу үшін қажет құрылғы. Егер сіздің компьютеріңіз немесе ноутбугіңіз Wi-Fi желісіне қосыла алмайтын болса, бұл құрылғы сізге көмектеседі. Мысалы, кейбір ескі компьютерлерде Wi-Fi модулі болмайды. Осындай жағдайда Wi-Fi адаптерді сатып алып, оны USB портқа жалғасаңыз болады. Қосқаннан кейін көбіне драйверлер автоматты түрде орнатылады. Егер орнатылмай жатса, интернеттен іздеп көрсеңіз болады. Содан соң өз Wi-Fi желіңізді таңдап, пароліңізді дұрыс енгізіп, интернетке кіре аласыз. Егер кірмей жатса, пароліңізді тексеріп, Wi-Fi адаптерді қайтаран салып көрсеңіз болады. Менде де осындай жағдай болған, сондықтан бұл құрылғы шынымен көмектесті. Егер видео сізге ұнап жатса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.